сақалыңды сипама. Аллах тағала ең алғаш жер бетіне иелік ету үшін әбілет пен тәбілет деген екі мақлұқты жібереді. Оларға қақтастан үй салып беріп, сендерді жер бетіне жібердім, қақтастан үй тұрғыздым. Әдептен аспай, менің берген нығметтеріме шүкіршілік етіп, сән салтанатпен тату-тәтті тіршілік кешіңдер, ұрпақтарыңды көбейтіңдер. Бірақ некесіз, дәретсіз қосылмаңдар, ұрпақтарың азат дейді. Олар мінсіз, сұлу болғандықтан бір-бірін көріп ынтықты. Алланың әмірін ұмытып, некесі қосылады. Одан ібліс туады. Олардың бірінші ұрпағы некесіз болғандықтан тәбілеттің толғағы ауыр болыпты. Ол іблісті қара тастың үстінде босанады. Сол кезде ібліс иегімен қара тасқа құлап түседі. Содан иегі екіге жарылып, ойылып қалады. Қазақтағы егің тасқа тигір деген қарғысы осыдан қалған екен. Ібліс кейін ержеткенде егіндегі жырықты жасыру үшін қауғада етіп сақал қойыпты. Бірақ сақалын жел ұшырып, егіндегі жырық көрініп қалады екен. Ібліс адам кейпінде ел ішіне кіргенде сақалы ашылып кетпес үшін үнемі екі қолмен сипай береді екен. Осыған байланысты қазақта сақалды сипай берме, шайтан қағып кетеді деген ырым қалыпты. Бетіңді баспа. Әбілет пен тәбілет зина жасағаннан кейін күнәнің оты жүректерін өртепті. Алланың дидарына қараудан мақұрым қалғанын ұғыпты. Ұяттың отынан бетін басып отыра қалады. Екі бетінің нұры солып, жүздері қап-қара болып кетеді. Әдетте осындай ауыр күнә жасаған адамдар екі бетін басып отырып қалады екен. Сондықтан себепсіз екі бетіңді баспа дейді. Ал әбілет пен тәбілеттің жүздері қарайып кеткендіктен зина жасаған адамдарды жүзі қара деп атайтын болыпты. Жезөкше атауы. Іблістің о баста өкшесі болған екен. Ібліс қарғыс қамытын киген соң ерлі зайыптылардың арасына от салып, араздастырып, ажыратып жіберуді кәсіп қылыпты. Иманы әлсіздерді зинақорлыққа азғырады екен. Осындай лас іспен айналысып, адамдардың қарғысын ала берген соң екі өкшесі ойылып түсіп қалыпты. Өкшесінің орны уақыт өте келе мүйізденіп қатаяды. Жұрт оны жезді өкше, жезөкше деп атапты. Ел арасында жеңіл жолға түскен әйелді жезөкше деп атау осыдан қалған деседі. Қазақта ерлі зайыптылардың ортасына есі кеткен түседі деген мақал ібліске қарата айтылған екен. Ашына атауы. Әбілет пен тәбілеттің алғаш туған баласы ібліс екен. Онан кейін ашына деген қызды туыпты. Артынша дею мен жын деген егіз баласы дүниеге келіпті. Жынның нәсілі қыз екен. Олардың соңынан түлен мен құлан деген екі егіз ұл, албасты мен үббе деген екі қыз туады. Ібліс өзінің туған қарындасы ашынаға көңіл аулады. Бірақ әке-шешесі оны жынға айттырып, ашынаны деюге бермек болады. Ібліс әке-шешесіне білдірмей ашынамен көңіл құрады екен. Осыдан бастап некесіз қатынас қылып күнә жасайтындарды ашына, ашыналар деп атайтын болыпты. Бір күні әбілет пен тәбілет оны біліп қойып, іблісті қуып жібереді. Ол ата-анасына ерегісіп, Алланың дәргейіне алаңсыз қызмет етуге кетіп қалады. Әбілет пен тәбілеттің ұрпағы жер бетінде арсыз, опасыз, ұятсыз, сайқал іс-әрекеттердің алғашқы ұрығын шашқан екен. Содан бастап, осыған дейін адам ұрпағы арсыз істерге шатылуы әбілет пен тәбілеттің ұрпағынан қалған екен деседі. Жер бетін ойрандағаны үшін періштелер оларды тозаққа сүйрей жөнеледі. Сол кезде олардың ұрпағы тым тырақай қашады. Қапылыста жын мен дию күлге тығылады. Күлдің үстінде ойнама, күлді баспа, күлді есіктің алдына төкпе деген ырымдар осыдан қалыпты. Албасты мен үббе суға сүңгіп жоғалады. Түнде суға барма, түнде жалғыз шомылма деген тыйымдар осыған орай айтылған. Құлан мен түлен бұталардың арасына сіңіп ғайып болады. Бұтаның түбінде ұйықтама, бисмилласыз жатпа деп айтатыны осыдан екен. Ашына лас қоқыстарды паналапты. Ашына болған адамдар осыдан бастап жасырынып іс қылатын болыпты. Аяқты айқастырма. Аллах тағала әбілет пен тәбілетке жер бетінен үй салып беріп, осы жерде тіршілік етіңдер дейді. Олар періште болғандықтан нәсілі еркек те әйел де емес екен. Екеуі аяқтарын айқастырса, әйелге, аяқтарын талтайтып отырса еркекке айналыпты. Ер адамға аяғын айқастыру жараспайды екен. Ал қыз балаға аяғын талтайтып отыруға осылайша тыйым салыныпты. Жақты таянба. Әбілет пен тәбілет жағын таянса, жер беті алай-дүлей болып, астан кестеңі шығып, жамандық атаулы жанына жиналады екен.
Осыдан бастап ел ішінде жақты таянуға болмайды деген ырым пайда болыпты. Шапанды желбегей жамылма. Әбілет пен тәбілетке Аллах тағала көктен шапан түсіріп, жалаңаш жүрген жақсы емес, тәндеріңді көрсетпей үстеріңе шапан киіп жүріңдер дейді. Олар шапанды желбегей жамылғанда жеңдеріне жамандық ұя салыпты. Осының кесірінен олар бәле жалаға жиі шағылыпты. Содан бастап қазақ арасында шапанды үстіңгі киімді желбегей жамылмау туралы тыйым пайда болыпты. Сонымен бірге шапанды әруақтар, қолы жоқ кемтар, мүгедек адамдар желбегей жамылады деген түсінік бар. Бұлай істеу өлім шақырады, жамандық шақырады деп жориды. Үйге сол аяқпен кірме. Әбілет пен тәбілеттің оң аяғында құт, сол аяғында жұт болады екен. Олар үйге кіргенде үнемі сол аяқпен, сыртқа шыққанда оң аяқпен қадам басады екен. Соның кесірінен үйін жұт жайлап, құты далаға қашыпты, береке дарымапты. Ұлық Алла адам атаны жаратқанда, сенің оң аяғыңа құтты, сол аяғыңа жұтты жасырдым, оң қолыңа береке дарыттым. Басқан қадамың оң болса, құтыңда қасыңда болар дейді. Содан бастап адам ата жолға шыққанда, үйге кіргенде, бір іске бекінгенде оң аяқпен бисмилля деп бастайтын болыпты. Киімді оң жақпен киіп, сол жағынан шешеді екен. Сәлемдескенде де береке болсын деп оң қолын ұсынады. Осы үлгі өнеге кейінгі барша ұрпағына таралыпты. Енді бір қадым аңыздарда ұлық Алла о баста тозақты жаратпақ ниетте емес еді деп баяндалады. Әбілет пен тәбілет үйге сол аяқпен кіргенде тозақ пайда болған екен. Жаратушы екеуінің іс-әрекеті мен бұзық ниетіне қарай тозақты жаратыпты. Аяқты аспанға көтерме. Тәбілет пен әбілет аяқтарын көкке көтеріп жататын жаман әдеті болыпты. Осы әдеттерінен тыйыла алмапты. Кейін күнәлі боп, Алланың алдына барғанда оларды ерекше жазалайды. Екеуінің аяғын аспаннан келтіріп, салбыратып іліп қояды. Уа жасаған, неге бізді бұлайша жазаладың дегенде, ұлық Алла, сендер үнемі аяқты көкке қаратып жататын едіңдер. Бұл мен үшін жағымсыз қылық деп талай рет ескерттім де, құлақ аспадыңдар. Енді осы әдепсіз қылықтарың үшін қиямет қайымға дейін тұрасыңдар дейді. Осыдан бастап ел арасында аяқты көкке көтеріп жатуға болмайды деген тыйым таралыпты. Аяғы аспаннан келді, көктен келді деген тіркестер әбілет пен тәбілеттен қалыпты. Саусақты сықырлатпа. Іблістің әке-шешесі әбілет пен тәбілет құлшылық кезінде таңдайын қағып, оғаш дыбыс шығарады екен. Ал тәспі тартқанда саусақтарын сытырлатады екен. Аллах оларды осы жаман әдеттен қанша тыйса да олар жалғастыра беріпті. Осының кесірінен әбілет пен тәбілет Алланың теріс назарына ілігіпті. Осыған орай қазақтар балаларын таңдайыңды тартпа, саусағыңды сытырлатпа, ол шайтанға тартқан тәспің, бағың байланады, бақытың қайтады деп тыйып отыратын болыпты. Ысқырма. Әбілет пен тәбілет балаларын үйге шақырғанда ысқырады екен. Ысқырықты естігенде жын-пері диюлар әке-шешесіне қарай асығатын болыпты. Діни аңыздарының баяндауынша періштелер әке-шешесін тозаққа алып кеткелі жындар күл-қоқыста жасырынып жатады екен. Егер біреу байқаусызда ысқырса, әке-шешеміз келіп қалған ба деп қуана сала сол адамға жүгіреді дейді. Егер оның адам баласы екенін көріп, сонша жерден жетіп келген алданғанын білсе, ашуланып адамды ұрады екен. Ондай адамдар ақыл есінен айырылып жынданады деседі. Сондықтан ысқырма, шайтанды шақырасың деген тыйым пайда болыпты. Әсіресе үйдің ішінде қорада ысқыруға болмайды дейді. Үйді жын-жыбыр жайлап алуы мүмкін деген сенім бар.